Қайырлы күн, құрметті тыңдаушылар. Бүгін сіздермен судың қажеттілігі, адам өміріндегі оның маңызы деген тақырыпта сөз қозғаймыз. Бұл сутегі мен оттегінің қалыпты жағдайларда тұрақтылығын сақтайтын қарапайым химиялық қосылыс екендігін барлығыңыз да білесіздер. Жер шарының осы 4/3 бөлігі тірі ағзалардың 60-70%, ал өсімдіктердің 90% судан тұрады. Нағыз табиғи, әрі мөлдір таза суды табу мүмкін емес. Су жолында кездескен заттармен бірігіп, қоспаға айналып кетеді. Соның есебінде адам таза су емес, қоспалармен түзілген суды пайдаланды. Адам сусыз өмір сүре алмайтындығын барлығымыз білеміз. Біздің денеміздің 60-70% осы судан тұратындығы дәлел. Ал балаларда 80%. Су тіршілік көзі ретінде ағзада алар орны ерекше. Себебі судың міндетіне жасушаларға құнарлы заттарды жеткізу, дәрумендер мен микроэлементтерді тасымалдау және тыныс алу қызметінде тікелей қатысу кіреді. Ғалымдар осы адам бойындағы судың мөлшерін 2%-ға азайтып жіберсе, адамның физикалық және ақыл күші 20%-ға төмендеп кететінін дәлелдеді. Енді мына суретке назар аударсаңыздар. Ересек адамда су мөлшері оның дене салмағының 3/2, яғни 58-ден 67%-ға дейінгі аралықта құрайды. Ми 85%-ді, көз 95%-ді, өкпе 80%, жүрек 75%, бүйректе 83%, қанда 83%, сүйекте 22% су болады екен. Судың адам үшін пайдасын сөзбен жеткізу мүмкін емес. Бар жоғы 1-2 кесе су күйзеліс пен шаршағанды басады. Жылына 1 рет теңізге барып демалудың сыры да осында жатыр. Суға шомылып тұру арқылы сіз жүрек талмасынан арыласыз, қан қысымының алдын аласыз.